Баршаларыңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін осындай сәнді, әдемі ободок жасайтын боламыз, әртүрлі тастармен. Бұл ободокты жасау үшін бізге қажет заттарды экранға көрсетіп кетемін. Ободогымыздың түсі бізде жасыл. Енді бізге қара қылу үшін лентамен қаптап шығамыз. Алдымен мынандай кішкене кусочек алып қиып аламыз. Және шетін зажигалкамен күйдіріп шығамыз. Енді клейлеп шығамыз. Енді тағы да лентамызды аламыз, шетін жеріне күйдіреміз. Осы лентамызды айналдыра қаптап ободогымызды қаптап шықтық. Енді ине жібімізді алдына сабақтап алдым. 1 мм қалдырып, шетінен бастап тігеміз. Енді ронда 8 размердегі жылтыр моншақты алып, инеден өткіземіз. Және басына бисер өткіземіз. Енді осы жіп өткен жерден қайтадан өтеміз. Өзінде басындағы бисері моншағымызды ұстап тұрады. Енді келесі моншақ тұратын жерге өткіземіз. Қара түсті ронда моншағы 8 размердегі. Ол моншақты инеден өткіземіз, басына бисер тағамыз. Қайтадан тесігінен өткіземіз. Енді биконус жылтыр размердегі, кіші размердегі моншақты алып, инеден өткіземіз. Оның да басына бисер тағамыз. Моншағымыз ұстап тұру үшін бисер міндетті түрде керек. Осылайша әртүрлі моншағымызды тігіп шығамыз. Ободогымды тең жартысына шейін тігіп шықтым. Енді жалғастырып тігеміз.
It's so special. Boy, how it feels when I'm with you. You got me doing things I never thought I'd do. Just so you know, ain't never let you go. You're mine, oh. Just so you know, you're mine for sure. Yeah. You're mine for sure. Biz abodogimizni bitirdik. Endi jimimizni kesamiz. Artıq shirin. Shokni kechiramiz. Осындай әдемі абодок шықты бізде. Осы видео ұнап жатқан болса, лайк, комментарий басып кетіңіздер және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.